Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай 7 шелпектің видеосын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қажетті заттарымызды видеоның астына барлығын жазып қоятын боламын. Жылы суымызды құйып, ашытқымызды салып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Келесі сұйық майымызды құйып, тұзымызды және де майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды біртіндеп салып, қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды өте қатты қылмай илеуіміз қажет. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін ыдысымыздан алып, 2 бөлікке бөліп, яғни барлығын осылай 7 бөлікке бірдей қылып бөліп алуымыз қажет. Дайын бөліктерімізді осылай қолымызбен домалатып, барлығын осылай жасап шығуымыз қажет. Шелпектерімізді осылай өте қалың қылмай, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді біртіндеп салып, екі жағын қызартып, барлығын жақсылап пісіріп алуымыз қажет. Міне біздің 7 шелпектеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.